Здравствуйте, ребята! Саламатсыздар ма, оқушылар? Сегодня у нас урок 4. Дарит осень всем подарки. 4-ші сабақ. Упражнение 1. Кто самый зоркий? Самый зоркий. Название каких деревьев здесь спряталось? Мына жерде бізде сөз әріптер берілген, бірақ осы әріптердің ішінде ағаштың аттары жасырылған. Соны біз табуымыз керек. Мен мына жерге 3 ағаштың атын таптым. Рябина, осина, әріп жазылмай қалыпты, және тополь ағашы. Ары қарай кеттік. Упражнение 2. Тыңдаймыз. Ходит осень в нашем парке, дарит осень всем подарки. Бусы красные рябине, фартук розовый осине, зонтик желтый тополям, фрукты осень дарит нам. Мына жерде ең бірінші айтып кететін жат, ол мына сұрақты айтқым келіп тұр. Поставь вопросы к словам признакам. Слова признак дегеніміз балдар естеріңізде ме? Мен алдында айтып кеткем. Слова признак это имя прилагательное. Заттың сынын білдіретін сөздер. Қазақша қандай деген сұраққа жауап береді. Яғни орыс тілінде какой, какая, какие, какая, какое деген сұрақтарға жауап береді. Бұл жерде бізде 3 түрлі слова признак бар. Имя прилагательное. Ол бусы какие? Бусы красные. Осыны табамыз. Міне. Красные. Ой, не болды маған. 3 слова признак таптым. Бұл бусы какие? Красные. Это имя прилагательное. Фартук розовый. Розовый. Дегенде имя прилагательное, яғни слова признак. Зонтик желтый. Имя прилагательное. Үшеуі какие деген сұраққа жауап береді. Но какой деген сұраққа жауап береді. Яғни ағаштардың қандай жапырақтары қандай екендігі туралы айтылған. Қызыл, розовый, сары екендігі көрсетіліп тұр. Ары қарай кеттік. Упражнение 3. Мына жерде 3-ші жаттығуда суреттер, бағанағы тақпағымызды суреттер арқылы берген. Соны мына тақпақтан табуымыз қажет. Яғни біріншісі. Бусы красные, рябине, фартук розовый, осине, зонтик желтый, тополям, фрукты осень дарит нам. Мына жерден тауып алдым. Солай ма, оқушылар? Ары қарай кеттік. Упражнение 4. Оқы. Осенняя елочка. Күздік шырша. Весной елочки не было. Көктемде шырша болмаған еді. Летом не было, жазда да болмады. А осенью вдруг появилась. Бірақ күзде пайда болды. Раздвинула листья, травинки, высунулась из земли и удивленно осмотрелась. Жерден атып шықты да, жапырақтарын жайып, жан-жағына таңғала қарады. Много лет прошло, көп жыл өтті. Но каждую осень, в день рождения елочки, деревья дарят ей подарки. Бірақ жыл сайын шыршаның туған күнінде ағаштар оған өзінің сыйлықтарын сыйлайды. Осина дарит красные фонарики, клен роняет оранжевые звезды, а ива засыпает елочку тонкими золотыми рыбками. Терек қызыл жапырақтарын, үйеңкі оранжевый жұлдызға ұқсаған жапырақтарын сыйлайды екен шыршаға. И стоит елочка счастливая. И шыршамыз біздің сондай бақытты болып тұр. Раскинула она лапки и на ладошках подарки. Ол жапырақтарын жайған сайын, жапырақтарында сыйлықтары көбейді. Бұл жерде сыйлық деп не айтып тұр, оқушылар? Әрине, сыйлық деп бұл күздің күні жерге сарғайып, қызарып түсетін жапырақтарды айтып тұр. Мына фотода көрсетілгендей, солай ма? Оны ол сыйлық деп қабылдайды. Ары қарай кеттік. Упражнение 5. Ары қарай. Упражнение 5. Запиши правильно.
дұрыстап жаз. Мына жерде біз айтып кететін ережелеріміз бар. Один, одно, біреу. Это единственное число. Много – это множественное число, яғни көп зат. Жекеше көп. Один, одно, единственное число. Много, множественное число. Яғни енді бұл жерде бір ағаш болса, бұл одно дерево, бір ағаш. Много деревья, көп ағаш. Енді мына жерге бізге куст берілген. Яғни бұта, иә? Енді бізге көп болған кезде бұталар деп те қалай жазамыз? Мына жерге біз куст, кусты. Ал мына жерде клены. Клены, көп клены, много клены. Ал бір ғана клен болса, онда один клен болады. Ұқтық па? Мына жерде единственное число, мына жерде множественное число. Көп заттарды айтып жатырмыз, көп ағаштарды айтып жатырмыз. Ары қарай кеттік. Упражнение 7. Задай вопрос. Вставь подходящее слово. Мына жерде бізде 3 столбик берілген. Мынау мужской род, листопад, дуб, подарок. Бәрі дауыссыз әріппен біткен. Дауыссыз әріппен біткен ол мужской род болып есептеледі. Ал мына жерде осень, мягкий знакпен бітірген. Мына жерде ива, амен біткен. Яблоня, ямен біткен. Дауысты әріптермен біткен, көбінесе осы а, я, мягкий знак әріптермен біткен сөздер бұл женский родқа жатады. А мына үшінші столбик солнце, дерево, село, о және е әріппен біткен сөздер средний родқа жатады, балалар. Енді бір жерде мужской родқа біз көбінесе он деген сөзді қолданамыз. Яғни ол деген қазақ тілінде он, ана, ано үшеуі де қазақша ол деген мағынаны білдіреді. Ал орыс тілінде ол мужской родта он болады, женский родта ана болады, средний родта ано болады. Енді біз мужской родқа он деген сөзді қолданамыз. Это дуб, это он. Это подарок, это он. Ал женский родқа это она. Мына жерде это она, это яблоня. Это она деген сұрақ. Яғни она деген сөзді қолданамыз. Это дерево. Это оно. Это село. Это оно. Міне мына жерге жазып қойдым. Осылай дәптерлеріңізге жазсаңыздар болады. Балалар, түсіндіңіздер ме? Түсінбесеңіздер комментарийден жазып сұраңыздар болады. Біз ары қарай кеттік. Упражнение 8. Прочитай текст с картинками. Мына мәтінді оқып шығамыз. Мына жерде суреттер берген. Сол суреттерді айтамыз. Наступила осень. Күз келді. Часто идут дожди. Мына жерге дожди деген сөз қолдандық, яғни жаңбыр. А в норке у ежика тепло. Там сохнут грибы и яблоки. Мама ежиха сказала: сынок, добавь в свою подушку листьев. Күз келді, көп жаңбыр жауады. Ал кірпілердің ұясында жылы. Ол жерде саңырауқұлақтар мен алмалар кеуіп жатыр. Кірпінің мамасы: балам, өзіңнің астыңа жастық салсайшы деді. Яғни жастық деген бұл жерде листья, жапырақтарды айтып тұр. Ежик пошел к дубу и покатился на листьях. Ежик ағашқа барды да арқасымен жапырақтарды шаншып алды. На ежике остались разные листья. Ежиктің арқасында әртүрлі жапырақтар қалды. Вкусная, пахучая получилась подушка. Иісі керемет жастық пайда болды дейді. Бұл әңгіме сізге ұнады ма? Мына жерде
Бізге назови объекты живой природы в этом тексте. Бізге тірі табиғаттың қайсы жатады, соны айтып шығайықшы болады. Жаңбыр бұл өлі табиғат. Ежик тірі табиғат, осыны жазамыз. Грибы өлі табиғат. Яблоки өлі табиғат, біз жатпаймыз бұны. Бізге живой природа керек. Ежик и ежиха, баласы мен мамасы, это живая природа. Осыны жазсаңыздар болады. Осымен бүгінгі сабақ аяқталды, балалар. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Мені каналым ұнаса, тіркеліп, достарыңызға айтсаңыздар болады. Сау болыңыздар.